Алдарыңызда Оразғали, бізде кезекті шолу басталды ағайындар. Алдарыңызда Chang'an 75 Pro автокөлігі 7 орындық. Алдыңғы бөлігіне келетін болсақ, үстіңгі жағында күндізгі жарық шамдары, яғни духо, ал астыңғы бөлігінде негізгі жарық шамдар. Бұл линзовый оптикада дальний, ближний осыда түнде әдемі қылып, жаңағыдай жарықтандырып беретін болады. Және де алдыңғы бөлігінде мынандай хром детальдар өте көп, және де өзінің әсемдігімен бар. Енді бұл жерде тағы да айтатын нәрселер мотор жағында. Ал достар, мотор бөлігінде келетін болсақ, мына жерде 1.5 турбо мотор, сол баяғы сол анау Гиннес рекордына кірген Блюкор, және де қорабы 7 сатылы робот орналасқан. Енді мына жерге келетін болсақ, енді мынау терезе жуғыш, және де 2 антифриз құятын жері бар бұл жерде ше. Көбісі ажырата бермейді. Біреуі моторды суытуға, ал екіншісі турбинаны суытуға, яғни интеркулерге баратын. Енді бұл жерде бір плюсы оның, мысалы күн ыстықта, мысалы 1.5 турбо жаңағыдай нелерде алдыңғы жағында радиатор бөлігі болады, ол ауамен суиды. Ол жерде суытып үлгере алмай қалады, уақыттар болады. Қатты қызып кеткенде машинаның тартуы кем қалады. Ал бұл жерде ондай емес. Бұл жерде интеркулер болған соң суытуы жеңіл болады, достар. Енді достар, қарапайым тілде айтқанда, және де бұл жерде 188 ат күші бар, 100-ге дейінгі жылдамдығы жарым, ал аралас циклда примерно 7,5 литр бензин жейді, достар. Ал багының сыйымдылығы 58 литр. Және дөңгелегіне келетін болсақ, 19 размерде, бұл дөңгелек үлкен болғанда қарамастан өте жұмсақ жүреді. Мына ұзындығы 4710 мм, ал биіктігі 1710. Және де дөңгелек базасы бар ғой, екі дөңгелек базасының ұзындығы Chang'an 55-терден қарағанда примерно 10 сантиметрге ұзынырақ. Бұл жерде 2710 мм. Сосын ағайындар, мына қуысқа түсіріп атқан себебіміз, мына күн ыстықта, мына күннің астына түсіру мүмкін емес, достар. Сол үшін біз осындай көлеңке әдемі жер тауып алдық. Енді достар, артқы бөлігінде келейік, қараңыздар. Осындай логотипте 75 Pro деген, және де ұзын сызықтармен түнде ол өте әдемі көрінеді. Және де астыңғы бөлігіне қарайтын болсақ, бір жағында задинға салған уақытта біреу жанады, ал екіншісі туманкада жанады. Және де мына жерге келетін болсақ, бұл обманка, астыңғы бөлігінде глушительдер. Енді артқы бөлігін ашайық. Міне, өзі электронды түрде ашылады, және де 7-ші орын міне тұр. Енді қазір дұрыстап түсті көрсетем, мына жерге отырып көрсетем, мен сиям сыймай ма, бойым 1.80. Қарасаңыздар, артқы бөлігінде өзіне керекті барлық жабдықтары бар. Бұл жерде запасқа баллон, таблетка түрінде жүреді, бұл астыңғы жағында бұл тоже самый. Мына жерге сыймайды. Давайте ішіне кеттік па, көреміз ба? Түсівады ма? Түсівады ма? Артқы бөлігінің ортаңғы сидінасына давайте көрейік. Мына жерде 4 бағытта жылдайды, алға, артқа бәрі механический. Және де мынау жатады, тұрады деген сияқты. Мынау бір жақсы былайынан артқа адам бүйтіп жатып әдем кетеді. Ал көп машинада бұл жатпайды ғой. Бүйтіп отырасың примерно. Дәл өйстіп отырасың ғой. Бұл жер ыңғайлы. Енді артқы бөлігіне кеттік. Давайте бір өлшеп кетейін. Міне, мен қазір бойым 1.80 болса, бір ғана қол сүйіп тұр, кішігірім бұна. Сиям ба енді көреміз. Ал достар, артқы бөлігіне отырдым. Мен сияқты тағы бір адам болса, болды, короче, одан артық ешкім сыймайды. Бұл жер негізі үлкен көкелер бар ғой, немерелерін, болмаса кенже балаларын арқасына тастап қойып отыратындар ше. Соларға әдемі арналған. Өйткені мына орын шыны керек үлкен адамға тар. Мен басым тиіп тұр өйткені қазір ше. Сосын мына жерге адам удобно отқанда, менің қазір тізем тіреліп тұр мынаған. Бұл 7-ші орын енді Альфард сияқтандай не емес қондай. Кең емес, бірақ 7 орын іздеп жүрген семейный адамдарға мықты шешім. Давайте кеттік алдына.
Алдыңғы бөлігіне келетін болсақ, мынандай осындай керемет кожаный руль, және де бұл жерде нелер бар. Бұл жерде біраз батырмалар бар. Мынау жүріске жауап беретін сол жақ бөлігі, ал және мультимедиаға жауап беретін оң жақ бөлігі достар. 360 камера, жаңағыдай жолақта өзін ұстау, круиз контроль, жаңағыдай бір көлікке тіркеп қою, общем барлығы осы жағында. Ал мына жақта мысалы музыканы ауыстыру, дауысын ұлғайту деген сияқты функциялардың барлығы оң бетінде достар. Енді мына жағына келетін болсақ, бұда боковой электронный, және полный жиналады, жабылады, және де антизонасты өшіру, және де төменге қарай бір қалыпты өзінің жылдамдығын сақтау, багаж ашу, және де мынау алдыңғы фараларды регулировка жасау достар. Енді орысшаға мән бермеңіздер достар, енді ғана бастап жатырмыз. Енді бұл жерде тағы нелерді айтамыз. Кесе росеге мына жерді бір түсіріп тастайық. Маған ең қатты ұнайтын бөлігі, мысалы кез келген автокөлікте Apple CarPlay жүйесі достар. Мына қытайшаға мән бермеңіздер, мынау алып тастаса оның барлығы өшіп кетеді. Көрдіңіздер ма? Тема. Бұл русификацияға да ауысады, барлығы жасалады, және де мына жерде көлікті голосовой управлениесі бар. Мысалы терезені ашу, жабу функциясының барлығы достар. Енді мынаның ішіне тоқталайық. Қараңыз, Чанганға кіреміз. Міне, бұл жерде қытайша болып тұр, бұның барлығы ауысатын болады. Көлікте клима зонасында водительский сиденьеда подогрев те бар, обдув та бар. Бірақ қалған жарында ешқайсысында жоқ ондай жүйе. Енді клима жүйесіне келетін болсақ, электронный да варианты бар, және де механический да бар. Физический, то есть. Көрдіңіздер ма? Мысалы, ең жаманы қыстың күні немесе жаздың күні қатты қызған уақытта, бұл енді электроника ғой. Сол уақытта сіз клима жүйеңізді басқара алмай қаласыз. Ондай момент менде жак жесемде болған. Дәл сондай моментке түсіп қалмас үшін бұл қытайлар жақсы шешімді ойлап тапқан, және де бұл 2027-тен бастап қателеспесем, бүкіл көлікте физический батырмаларды қою міндеттеген достар. Мына жерде уже физический батырмалар бар. Бұл жерде барлығы клима жүйесіне жауап береді. Енді жоғары жағына келетін болсақ, мынау жарықтардың барлығы сенсорный, және де жоғары жағы полный панорамный крыша, мына пердесін ашу, және де мынау айнасын ашу, жоғарыға көтеру, мына жерде физический батырма, және де мынау орта консольда да бар достар. Енді достар, бұл автокөлікті примерно барлығын түсіндірдім деп ойлаймын. Кез келген автокөліктің өзі плюстары мен және минустары бар. Бұл автокөліктің қазір 4 жақсы жағын және де 4 жаман жағын көрсетіп кетейін, қараңыздар. Біріншісі, мынау отырғыштары қатты. Ұзақ жолға мен шығып көрген жоқ бұл көлікпен. Бірақ қазіргі отырғанның өзінде, мысалы, мынау қаттылық сезіліп тұр. Ұзақ жолда мынау құйрықтарыңызды ауыртуы мүмкін. Ал екіншісі, мынау артқы бөлікке отыру ыңғайсыз. Үшіншісі, артқы бөлікте орын өте аз. Ал төртіншісі болса, робот қорабы, сіз автомат не болмаса механика айдап жүрген болсаңыз, мына автокөлікке отырғанда бір кідірісті байқайсыз, 1-2 секунд. Сіз оны коробка тупить етіп жатыр деп ойлайсыз. Ал бұл робот қораптардың барлығында солай негізі. Мен өзіме минус деп қабылдадым оны. Ал жақсы жақтарына келетін болсақ, маған ең қатты ұнаған жақсылардың бірі Apple CarPlay жүйесі. Бұл көп автокөлікте, бұл Қытай көліктерінде яғни жоқ. Мен білетін Чанган 55 пен осы автокөлікте ғана қазірше бар. Ал екіншісі, алдыңғы екі отырғыштарда, міне қараңыздар, 6 бағытта қимылдауы. Ал үшіншісіне келетін болсақ, физический батырмаларының барлығы. Өйткені сенсор кнопкалар маған климаға жауап беретін кезде ыңғайсыз. Ал қарасаңыздаршы, көрдіңіздер ме? Барлығы физический. Ол маған ұнайды. Ал төртіншісіне келетін болсақ, міне Гиннес рекордына кірген моторының шыдамдылығы. Енді жақсы жақтары өте көп. Енді оның барлығын тізіп айта алмаймын. Енді осы жерде өздеріңіз көрдіңіздер. Давайте достар, ең соңғысы қалды. Кілтіне түсіндіріп кетейін. Енді барлығына түсінікті ашу, жабу, және де багажды ашу. Енді мынау өзін оталдыру жүйесі бар, бірақ енді ұзақ қашықтықтан оталдыра алмайды. Бұл примерно 150 метрден ғана оталдырады достар. Ал ағайындар, осы 75 Pro автокөлігін толыққанда түсіндірдім деп ойлаймын. Сіздерге осы видео ұнаған болса, löпілді басып,
подписать тіркеліп кетіңіздер. Және де бұл автокөліктің бағасы 10 миллион 500, примерно сол бағада. Бұл көлікті басқаруда өте оңай. Мысалы, мына қарап отырсаңыздар. Карталардың барлығы көрініп тұр. Мысалы, Алматы қаласының туписі бар. Мысалы, сізде iPhone болатын болса, Apple CarPlay қосылады, Android-ті білмейді екен. Ал мынау центральный консоль неге келсек, орталық жүйеге келетін болсақ, көліктерінің 3D форматтағы бүкілі шығып отыр. Және де мынау нені қосасыздар ғой, поворотникті. Сол кезде дөңгелектеріңіздің нелерін көрсетеді, бұрылыс бөліктерін. Және 360 камерасының мықты жұмыс жасауы. Және бір минутта айтып өттім ғой, жаңа білесіздер ма? Яғни көрсетемін, 1, 2 деді, созым бар қозғалып отыр. Бұл енді робот қораптарының минусы деп айтуға бола ма, қалай ойлайсыздар?